Қол тарифтарды бір қайталайықшы. Махражы. Махраж қай өзеннің шығар орны нақты шығарайық. Тамағымыз. Тілдің мына артқы бөлігі бар ғой, міне. Тіл дейікші, мынау. Мына артқы бөлігі бар ғой. Анау таңдай. Жұмсақ таңдайғы. Бізде таңдай жалпы мына қолын алайықшы, міне. Қол алып бәріміз. Қараңыз. Гүдір ет сияқты болады ғой. Ол яғни күрек тіске жақын таңдай. Саусақтың мысалы аузыңызда. Шай жүресіз ғой аузыңыз сосын. Бірінші саусақ шайып сосын салу керек негізі. Сосын қараңыз. Ортасына, сіз неге салмай жатсыз? Ортасында не болып тұр? Сүйек таңдай тұр ма? Ол сүйек таңдай қатты таңдай деп аталады. Одан кейін ар жағында жұмсақ таңдай. Сонда бізде таңдай үшке бөлінеді. Ол әр махражы бар. Ортаңғы таңдай, күрек тіске жақын таңдай, яғни осы десна деп айтады, сол жерде орналасқан. Сосын жұмсақ таңдай бар. Жұмсақ таңдай тамаққа жақындау орналасқан. Туда. Қараңыз. Тілін артын не істейміз? Сездік па? Тамаққа жақындау. Но тамағы емес. Ол бізде махраж. Одан кейін истигля сипаты бар. Яғни истигля не бізде? Тіл артық, жуан шығарып, тіл артық бөлігі ашқан жұмсақ. Жақыр, жария. Одан кейін шидді, шадид. Мысалы, ас дыбыс жалғаса береді, рахуа. Жалғасып кете береді. Шадид шидді тіл дыбыс жалғаспайды. Ол не болады? Шоу, тіл немес ерін жабу. Дыбыс жалғаспайды. Болды. Сосын ол тоқтап қалып бізде. Енді тоқтағаннан кейін біз бір дыбысты шығару керекпіз ғой. Тоқтап қалдық. Естілмейді, фалақ. Дей алмаймыз ғой. Не болсамыз? Фалақ. Вот, ары бізге дыбыстың әдемі шығару үшін, ақысын беру үшін бізде қара керек болады. Фалақ, шапалақ, айдап жүреміз. Одан кейін дыбыс шығар жүріп. Қараңыз. Зуқы, 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 қиын, 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 құл, 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 құм, 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 қиф, 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 қиф. Қарам, хамспен, қиф, қиф, қиф. Ага, қиын, қиын.